Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақмарал Тасболатова, Global Trend компаниясының қазіргі таңда серебряный директорымын. Бүгін сіздерге Global Trend компаниясының маркетинг планын түсіндіріп кетсем деп отырмын. Бізде Global Trend компаниясында бірінші кіру үшін, жалпы компания жайлы онда қысқаша айтып кетейін, бұны компанияның ашылғанына 1 жыл енді ғана болады, биыл Құда қаласа. 11 майда 1 жылдық мерейтойы Алматы аренада өтейін деп жатыр. Жалпы бұл компания Спаскай бұл өнімдер өндіреді, нанобальзам өнімін. Бұл компания нанобальзам өнімін Спаскай компаниясы өндіреді. Және де Global Trend компаниясымен 20 жылға келісім шартқа тұрған. Қазір тек қана осы компания арқылы нарыққа шығарылады бұл өнім. Өнімі жайлы кейінірек тоқтала кетем. Бүгін сіздерге осы компанияның беріп жатқан бізге деген мүмкіншіліктері, қандай табыс көздері бар, қалай ақша табуға болады. Міне осы жайында сіздерге түсіндіріп кетем. Бірінші бізде компанияға тіркелу үшін 4 пакетіміз бар. Ол бірінші пакеті 21 мыңдық пакет. Бұл жерде сіздерге 2 бальзам береді, және де бір ғана табыс көзін табуға мүмкіндігіңіз бар. Екінші пакеті 42 мың теңгелік пакет. Бұл жерде сізге 4 бальзам береді, және де компанияның ұсынған 7 табыс көзін табуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл партнерский пакет. Міне именно осы пакеттен бастап сіздер компанияның партнері боласыздар, және де толықтай табыс көзінің барлығын табуға мүмкіндіктеріңіз болады. Үшінші пакетіміз бізде 78 мың теңге. Бұл жерде сізге бір спрей концентрат береді. Бұл жерде де 7 табыс көзін табуға мүмкіндік бар. Төртінші пакетіміз 186 мың теңгелік пакет. Бұл менеджерский пакет дейміз. Бұл жерде 2 спрей, 4 бальзам, немесе 12 бальзам и 1 спрей ала аласыздар, на выбор. Міне бұл пакетке сіздер тіркелген кезде сразу уже менеджер болып компанияға тіркеле аласыздар. Бұл жерде де 7 табыс көзін табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді маркетинг планда бізде қалай төленеді? Көп компанияларда тек қана классика немесе бинар болады. Ал бізде екеуі де бар. Яғни маркетинг план бізде бинар плюс классика. Классика, яғни гибридный. Гибридный бізде табыс көзі жалпы PV мен төленеді. Бізде 1 PV равен 250 теңгеге. Енді жалпы 7 табыс көзі деп айтып жатырмыз ғой. Осы 7 табыс көзіне бүгін тоқтала кетейін қазір сіздерге. Бірінші 7 табыс көзі. Бірінші табыс көзі бұл рекруттық бонус дейміз біз. Сіздерге көрініп тұр ма? Рекруттық бонус. Рекруттық бонус бұл қалай төленеді? Рекруттық бонус ол 10 PV және де 20 PV төленеді. Ол дегеніміз, мысалы, мына жерде сіз тіркелдіңіз, өзіңіз 42 мың теңгеге 42 мыңға тіркелдіңіз, партнер болдыңыз компанияның, және де астыңыздан 2 адам шақырған кезде сіз активный партнер боласыз. Оларды да 42 мыңнан шақырдыңыз делік. Әр шақырған адамыңыздан сізге компания 5 мың теңге төлейді. Мысалы, мына бір адамыңыз 42-ке шақырдыңыз, екінші адамыңызды 21-ге шақырдыңыз делік. Мысалда, мен ақшам болмай қалды, 21 мыңге ала тұрайын. Ол кезде сізге 5 мың емес, 2,5 мың теңге, соның жартысын төлейді компания сіздерге. Түсініңіздер ғой? Әр осылай шақырған адамдарыңыз бәрінен 42-ке болса 5 мыңнан, 21-ден болса 2,5 мың теңгеден төлеп отырады. Бірақ келесі айда айтады ол адам, мен тағы да алғым келеді деп. Ол кезде ничего страшного, партнер 21-ге бұл клиент болып пока тіркеле тұрады, кейін тағы алатын болса, апгрейд жасауға болады. Тағы да 21-ге алып, өзін толықтырады. Тағы да ол адамнан сізге 2 айдың ішінде алатын болса, өзіне апгрейд жасаса, тағы да 2,5 мың теңге сізге төленеді. Түсініңіздер, міне осылай төленіп отырады компаниядан. Міне рекруттық бонус осы, әр тіркеген адамнан сіздерге ақша түсіп отырады. Енді бізде мына төбесін өшіре салайын қазір. Мына жер түсінікті болды, қазір. Бай-бай. Неудобно. Так. Екінші табыс көзі бұл бинарлық табыс дейміз біз. Екіншісі бинарный бонус немесе командный бонус.
бинарный бонус. Бұл қалай төленеді? Бинарный бонус бізде карьерный лестница бойынша төленеді. Ол дегеніміз, қараңыз, сіз компанияға тіркелдіңіз, астыңыздан 2 адам тіркедіңіз, сіз активный партнер болдыңыз. Ол кезде сіз партнер статуста 10% сізге бинарлық табыстан төленеді. Ол дегеніміз, мысалы, сіз өзіңіз тіркелдіңіз, 2 адамды шақырдыңыз, мысалы, мына жерде 42-ге мына толықты делік, 2 аяғыңыз теңелген кезде сізге екеуінен ортақ 2,5 мың теңге бинарлық бонус шығады. Түсініңіздер, ол 10%, ол партнер кезіңізде. Одан кейін сіз мына 5 адам шақырдыңыз, мынау 42-ге 5 адам, тағы да мынау 42-ге алды, тағы да 1 адам алды делік. Сол кезде сізде 5 адам болғанда барлығы сіз уже менеджер боласыз. Компанияда менеджер статусқа ие боласыз. Менеджер статуста сіздің табысыңыз тағы да өседі, 15%-ға өседі. Ол дегеніміз 5 адамды шақырдыңыз 42-ден, сізде 15%, ол мысалы мынадан 2,5 мың алдыңыз, 5-ші адам неқта тағы біреу шақырдыңыз, уже 5-ші адамнан сізге 3750 теңгеден түсіп отырады. Мынау партнер статуста, мынау менеджер статуста уже бинардан әр адамнан сізге осылай 3750 теңгеден түсіп отырады. Одан кейін сіз енді оларда, мысалы, біз бұлай көрсете салайын сіздерге, мысалы 5 адамыңыз, сізде 5 адамыңыз шақырдыңыз, оларда енді 5-5 адамнан шақырған кезде әрқайсысы сіздер уже бронзовый статусқа шығасыздар. Қараңыздар, мына жерде яғни 5 менеджеріңіз болған кезде сіз бронзовый директор боласыз. Ол кезде сіздің табысыңыз 20%-ға тағы да өседі. Каждый өскен сайын, яғни сіздің табысыңыз өсіп отырады. Бізде бинарлық бонус 10% бен 25% аралығында төленеді. Міне, осылай ранг өскен сайын сіздің де табысыңыз бинардан өсіп отырады. Міне, мынау менеджерге шықты, мынау менеджерге шықты, мынау шықты, мынау шықты, мынау шықты менеджерге. 5 адамыңызда менеджер болған кезде сіз бронзовый директор боласыз. Көрдіңіз, әр адамнан сізге бронзовый директор статуста 5000 теңгеден түсіп отырады. Бронзовый директорда 5000 теңгеден әр адамнан бинардан. Одан кейін оларда адам шақырып жұмыс істеп жатса, сіздер, яғни мынау 5 адамыңыз сіздің бронзовый директор болса, яғни 5 бронза шығарған кезіңізде, 5 бронзовый директор шығарған кезіңізде сіз серебряный директор боласыз. Ол кезде сіздің табысыңыз 22% болады. Ол 5500 теңге. Серебряный директор, әрқайсынан. Содан кейін ары қарай енді сіздер 5 емес 4 адам шақырған кездеріңізде, ол кезде сіздер золотой директор боласыздар. 4-ақ серебряный директор шығарғандарыңызда сіздер золотой директор боласыздар. Ол кезде сіздердің табыстарыңыз 23%-ға тағы да өседі. Енді 5 емес, 4 емес, 3-ақ золотой директор шығарсаңыздар, сіздер diamond, бриллиантовый директор боласыздар. Ол кезде сіздердің табыстарыңыз 25%-ға тағы өседі. Серебряный директор статуста, золотой директор статуста 5750 теңге золотой директорда, ал diamondта 650 теңге сіздерге тұрады. Енді бұл жерде тағы бір кететін жайт. Бізде бинарлық табыс аптасына түсіп отырады. Бір рет бізге айлық түсіп отырады. Сізде бинарлық табыс қай аяқтан түседі? Яғни сізде наименьший ветка, қай аяғыңызда товарооборот аз болды, сол аяқтан сіздерге бинар шығып отырады. Яғни мысалы делік, мына жерде сізде бір аптада 1000 PV болды дейік. 1000 PV дегеніміз бізде бір PV 250-ден және де 42 мыңға тіркелген кезде 100 PV береді. Яғни 10 адам тіркелді деген сөз, 10 контракт болды деген сөз, 1000 PV. Мына аяғыңызда 2000 PV тұр. Яғни сонда мына жақта адам көп деген сөз. Бинар сізге естественно қай жақтан төленеді? Сізде 1000 PV аз аяғыңыздан сізге айлық төленеді. Келесі мысалы мынау 1000 мен 2000 екеуі теңеледі, 1000 кетеді, ар жағына 1000 PV астатып қалып отыр ғой. Ол жойылып кетпейді, келесі аптаға аударылады. Яғни жиналып тұра береді қор болып. Сосын
бізде жаңағыдай компрессия деген бар. Компрессия деген өте күшті нәрсе. Мысалы, сіздер статусқа шығу үшін жаңа 5 менеджер, 5 бронза шығару керек дейді қой, карьерный лестница бойынша. Енді бізде, мысалы, сіздің бірінші линияңызға шақырған 5 адамыңыздың, мысалы, сіз бронзаға шықпай тұрсыз, мына жерде біреу менеджерге шықты, мынау шықты, мынау шықпай қалды дедік. Бірақ оның астында тағы бір адамды шақырды, мысалы, мынау да шыққан жоқ. Бірақ мынау бір адам шақырған үшін, оның астында мына жерде мынау шығуы мүмкін менеджерге. Мынау да шықпауы мүмкін менеджерге. Бірақ оның шақырған астындағы тағы біреу шығуы мүмкін менеджерге, да. Естественно, мыналар шықпағанмен, оның астында шықса, бұлар сізге компрессия болып, сіздің менеджеріңіз болып есептелінеді. Компрессия. Көрдіңіздер ма? Өте күшті, да? Тек қана бірінші линияңда ғана шығу емес, бұл жерде глубинаңмен де жұмыс жасай берсең болады деген сөз. Мысалы, оның үстіндегі шықпады, ничего страшного. Бірақ оның астында бір активный жұмыс істеймін деген құлшынысы артып тұрған біреу адам болуы мүмкін, да? Сіз соны аласа, сонымен ары қарай жұмыс жасай бересіз. Себебі ол сізге компрессия болып, ол сіздің менеджеріңіз болып, немесе сіздің золотаңыз, бронзаңыз болып есептеліне береді. Статусқа шыққан сайын. Міне компрессия деген осы. Одан кейін тағы бұл жерде айта кететіні, сосын бізде статусқа шығу үшін тағы да бір айта кететіні, мысалы, сіз екі аяғыңызда да, мысалы, мына жерде 5 адам шақырдыңызда, мына жерде 5 адамның бәрі менеджер болды да, бірақ мына аяғыңызда ешкім шықпады менеджерге, да, ол кезде сіз бронзаға шыға алмайсыз. Обязательно компанияның шарты екі аяғыңызда да активный адам болуы маңызды. Хотя бы жоқ дегенде бір адам шығу керек. Одан кейін, мысалы, тағы да қазір мен сіздерге осы жерде толық түсіндіріп кетейін деп жатырмын да, чтобы жақсы түсініп алу үшін. Так, мынаны өшіре салайын. Мынау губка не очень екен. Мына жерде қараңыздар, мысалы, сіздер тіркелдіңіздер, өздеріңіз. Сіздер бізде левый ветка және де правый ветка болады. Сіздер, мысалы, егер сіздің спонсорыңыз левый веткаға тіркеген болса, значит, сіздің спонсорский ножкаңыз ол левый болады. Сіз обязательно бірінші тіркелген адамдарыңыз сіздердің спонсорский ножкаға түсу керек. Ол компанияның шарты солай, да? Одан кейін барып екінші адамдарыңыз внутренний веткаға уже тіркеледі. Бізде бинар екі аяқ болады ғой, оң аяқ, сол аяқ. Сол себептен сіздердің егер бұл жерде оң аяқ, левый, правый біреулер айтады, тек қана мен левыйға ғана тіркелуім керек, или тек қана правыйға деп. Олай емес. Сіз смотря қай веткаға тіркелдіңіздер, соған байланысты. Яғни сіздің спонсорскийіңіз левый болса, демек сіздің спонсорскийіңіз левый ветка. Ал егер сіздің внутреннийіңіз қарама-қайшы правый болады. Ал егер сіз наоборот правыйға тіркелген болсаңыз, сіздің спонсорскийіңіз правый болса, демек сіздің спонсорский веткаңыз правый, внутреннийіңіз левый болады. Осыны жақсылап түсініп алсаңыздар, өздеріңізге жеңілдірек. Түсініңіздер, иә? Енді қараңыз, мысалы делік, сіздің спонсорский ножкаңыз левый ветка, внутреннийіңіз правый. Енді бірінші адамыңыз, естественно, левыйға тіркейсіздер, екінші адамды правыйға тіркейсіздер. Спонсор сіздерге спонсорский ножкаға адамдарды тастай алады. Яғни бір аяғыңызды өсіруге көмегін бере алады деген сөз. Ал внутреннийға спонсор тастай алмайды. Внутреннийға өзіңіз тастай аласыз, өзіңіз ғана. Түсініңіз, сол себептен егер спонсор бұл жерде активный болса, бинарлық табыста өте жақсы шығады. Әр тіркеген адамыңызда, мынақа бір адам тіркеп, қалғандарын внутреннийға тіркеп, и переливпен сіздерге бинарный бонус ала берсеңіздер болады. Ал егер спонсор неактивный болса, ондайларда болады. Мысалы, спонсор жұмыс жасамайтын адамдар болады. Сол кезде онда екі аяқты теңеліп тастап отыру керек болады. Оң аяққа, сосын сол аяққа, оң аяққа, сол аяққа кезек-мезек солай тастап отырасыздар. Түсініңіздер, осы моментті. Енді ары қарай осы главный бинарный бонусты жақсынап түсініп алсаңыздар, ары қарай басқасы өте жеңіл болып кетеді. Енді келесі бізде үшінші табыс көзі, ол одан да керемет, ол матчинг бонус. Оны пассивный доход десе де болады. Үшінші табыс көзі. Тағы маркеріңіз бар ма? Маркер. Беріңізші, мынау сәл. Матчинг бонус.
Жоқ, сіздің қатысуыңызсыз түсе беретін ақша. Сіздің қатысуыңызсыз түсе беретін, иә. Ештеңке істемей, сіз қатысуыңызсыз түсе беретін ақша. Иә, иә. Матчинг бонус бұл бізде командадан түсетін бонус. Яғни бірінші уровендегі адамдарыңыз сіз партнер және де менеджер статуста, сізге 10% бірінші уровендегі адамдарыңызда матчинг бонус түседі. Ол қалай? Мысалы, сіз тұрсыз, мынау сіздің 5 адамыңыз, біз енді минимально 5 адам деп көрсетеміз да, мысалмен. Бұл сіздің бірінші уровендегі адамдарыңыз. Мысалы, мынау Айман дейік, мынау Шолпан дейік, мынау Бибіхан дейік, міне адамдарыңыз тұр. Енді бұлар табыс тауып жатыр, иә? Бір аптада, мысалы, Айман 100 мың теңге тапты. Шолпан 50 мың теңге тапты. Бибіхан 200 мың теңге тапты делге. Осыдан сізге матчинг бонус қалай төленеді? Осы 100 мыңның 10%-ін сізге матчинг қып компания сізге тағы да төлейді. Яғни бұлардың табысынан плюс сізге тағы да табыс төлейді. Көрдіңіздер ме? Өте керемет. 50 мың теңгеден 10%, бұдан мынадан тағы 5 мың теңге, мынадан 10 мың теңге, 200 мың теңгеден 20 мың теңге. Міне осылай сіздерге табысты төлеп отырады компания. Әр бірінші лично шақырған адамдарыңыздың сіздер егер партнер және де менеджер статуста болсаңыздар. Енді бронзовый директор және де серебряный директор статуста болсаңыздар, онда сіздерге матчинг бонус плюс еще екінші уровендегі адамдарыңыздан төленеді. Ол мысалы мынаның шақырған адам болуы мүмкін да, мынаның шақырған адам, мынаның шақырған адам. Бұларды сіз танымауыңыз да мүмкін, бірақ бұлар да табыс тауып отырады. Мынау 20 мың, мынау тоже 100 мың, мынау 200 мың деген сияқты да. Міне олардың табысынан 10% тағы төлеп отырады сіздерге компания. И сіз золотой директор және де даймонд директор болған кезде тағы да 10% сізге үшінші уровендегі адамдарыңыздан төлейді. То есть үшінші емес, бірінші, екінші плюс үшінші уровендегі адамдарыңыздан төлейді. Мына жерде бірінші және екінші уровендегі. Түсініңіздер, иә? То есть сіз бронза сереброда басаңыз, мына адамдардан және мына адамдардан түсіп отырады. Ал егер серебро даймонд болсаңыз, бірінші уровень, екінші уровень плюс үшінші уровендегі адамдарыңыздың бәрінен, представляете, уже үшінші уровенде қанша адамдар кетіп қалды. Соның бәрінен табысынан сіздерге матчинг бонус компания төлеп отырады. Бұл көріңіздер, иә? То есть сіздердің командаларыңыз жұмыс істеп неғып отқан үшін компания сіздерге как тренер соны өсіргендеріңіз үшін сіздерге тағы да 10%-дан 3 уровеньге дейін тағы да төлейді сіздерге. Төртінші табыс көзі бұл активационный бонус. Активационный бонус. Бұл активационный бонус қайдан төленеді? Активационный бонус бұл, мысалы, компания айтады сіздерге, көп компаниялар жалпы активация табыс тапсаң да, таппасаң да жаса дей береді. Мәжбүрлейді. Спонсорыңыз звондап тұрады ай сайын или 21 күн сайын, әркімде әрқалай, әр компанияда. Давай товар заказ бер, уже уақыт келді, товар заказ беру керек деп. Адам табыс таппаса да товар ала береді, ақырында уже ана компания шаршап, уже қашып кетеді. Бұл компанияда ондай емес. Сіздер табыс таппасаңыздар, мәжбүрлемейді компания. Тек қана при одном условии. Ол қалай? Мысалы, сіздер айына 78 мың теңге, 75 мың теңге табыс тапсаңыздар, иә? 75 мың теңге. Сол кезде компания айтады сізге 2 ғана бальзам алып, өзіңе активация жаса дейді. Енді ал егер 21 мың теңгеге 2 бальзам аласыздар. Одан кейін сіздер табыстарыңыз 1 миллион теңгеден 500 мың теңгеден асқан жағдайда компания айтады сіздерге 4 ғана бальзам алып 42 мың теңгеге өзіңе активация жаса дейді. Енді 1 миллионнан табыстарыңыз асқан кезде компания айтады сіздерге 63 мың теңгеге 6 бальзам алып 63 мың теңгеге активация жаса дейді.
міне осылай. Енді активационный бонус қалай төленеді? Активационный бонус, мысалы сіздің бірінші уровендегі адамдарыңыз активация жасады, олар 75 мың табыс тауып жатыр, біреу 200 мың, біреу 100 мың тауып жатыр, естественно, олар 21 мыңға активация жасайды. Яғни сіздерге бірінші уровендегі адамдарыңыздан 10% активационный бонус түседі сіздерге. Ол дегеніміз 2100 теңге. Мысалы, бір 5 адамыңыздың бәрі жақсы күшті табыс тауып, олар бәрі активация жасап шықты, әр қайсыдан сізге 2100 теңгеден түсіп отыр деген сөз. Екінші уровендегі адамдарыңыздан 5% түсіп отырады. Ол дегеніміз 10.050 теңге. Екінші уровенде уже бірінші уровенде 5 адам болса, екінші уровенде 25 адам болуы мүмкін, да? 25 адамнан сізге 10.500 теңгеден түскенде әжептәуір қомақты ақша шығады. Үшінші уровендегі адамдарыңыздан 3% түсіп отырады. Ол дегеніміз 630 теңге. Уже үшінші, мынау бірінші уровеніңіз болса, екінші уровень, үшінші уровенде уже қаншама адам кетіп қалды. Соның бәрінен сізге активационный бонус түсіп отырады. И төртінші уровень мен 9-шы уровеньге дейін компания 2% тағы да активационный бонус төленеді, ол 450 теңге. Міне, әр қайсынан уже 4-ші уровень, 9-шы до 9-го глубина уже кет қалған сізде, оны танымауыңыз да мүмкін, да? Бірақ соның бәрінен сізге айына бір рет активационный бонус капать етіп отырады. Бұл да пассивный доходқа жатады. Бұл да өте керемет. Бұл табыс көзі. Бұны есептейтін болсаңыздар, бірінші уровенде 5 адам, екінші уровенде 25 адам, үшінші уровенде 125 адам. Осының бәрін есептеп шығыңыздар, қанша шығады. И 9-шы уровеньге дейін ол уже вообще 5 қанша миллион? Сонша 4 миллион 880 мың ақша түсіп жатыр. Айына түседі деген сөз. Егер компанияда глубинаңыз осылай жұмыс жасап жатса. Өте керемет бұл да. Сол үшін компания жалпы 80% доходты осы партнерларға береді. Ол дегеніміз компания денежный партнерларда жаңағыдай ақшаны көп береді деген сөз. Одан кейін енді 5-ші табыс көзіне тоқтала кетейік. 5-ші табыс көзі бұл тур путевка. Путевка. Бұл вообще күшті. Жаңа мен айтып кеттім ғой, серебряный бірінші менеджерсіз, одан кейін бронзовый директор болдыңыз, 5 адам шақырып, и 5 бронзыңыз болғанда сіз серебряный директор боласыздар. Серебряный директор болған кезде сіздерге компания бір рет шетелге тегін путевка береді. Серебряный директор статуста бір рет тегін путевка. Яғни шетелге тегін баруға мүмкіндіктеріңіз болады. Шетелді көргендеріңіз бар ма? Шетелді көрмегенсіздер, міне көрдіңіздер ме? Компанияның арқасында сіздер шетелге баруға өте күшті мүмкіндіктеріңіз бар. Енді 6-шы табыс көзі бұл за лидерство дейміз. За лидерство. Бұл дегеніміз, мысалы сіз өзіңіз серебряный статусқа шықтыңыз, шетеліңізге бардыңыз, және де артыңыздан бір лично приглашенный серебряный директор шығардыңыз, бұл жерде бірақ уже компрессия ойнамайды. Серебряный директор шығардыңыз, сізге компания 1000 PV премия береді. Ол дегеніміз бізде 1 PV равен 250 теңгеге 250 мың теңге. Көрдіңіз, 250 мың теңге. Компания сізге бір адамнан берді. Тағы серебряный шығардыңыз ба, тағы да береді. Бірақ 3 айдың көлемінде шығару керек болады. Уақыт шектеулігі бар бұл жерде. Одан кейін сіз тағы шығардыңыз ба, тағы болды да. Енді 4 серебро шығарғанда сіз уже золотой болдыңыз. Артыңыздан бір золотой директор шығарған кезіңізде компания сізге 3000 PV тағы да премия береді. Ол дегеніміз 750 мың теңге. Сол бір адам үшін, мысалы, мына бір адамыңызды сереброға шығардыңыз, 250 мың алдыңыз, сол адамыңызды золотоға шығардыңыз, 750 мың алдыңыз. Бір адамның өзінен сіз 1 миллион ақша алуға мүмкіндігіңіз бар. Мысалы, бұл как тренер, мысалы, тренерлер өзінің командасын дайындайды ғой, мықты не қылу үшін. Сол үшін тренерлерге премия береді. Сол сияқты бұл жерде де сіз командаңызды как тренер дайындағаныңыз үшін компания сізге осындай премия береді. Бұл премия бір реттік премия. Одан кейін енді 7-ші табыс көзі бұл лидершип дейміз.
лидершип бұл үлкен мероприятияларда мықты лидерлерге берілетін жағдай не. Бұны енді Құда қаласа біздің 11 майда 1 жылдық мерейтой болады компанияның, сол кезде осы 7-ші табыс көзін бізге жариялайтын болады. Міне әзірге осы біздің маркетинг. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Ұнады ма жалпы сіздерге? Сұрақтарыңыз бар ма тағы да осы не бойынша, маркетинг бойынша? Қандай сұрақтарыңыз бар? Ол ма? Сұрақтарыңыз жоқ, Енді артынан жаңағы енеммен қайғысымды кіргізді, бірақ олар клиент 21-ден ба? Екі жақ па? Міне қараңыз. Жаңағыдай мына жерде мынандай болып тұр ғой сізде. Мына аяғыңыз 21, екеуі де 21, бұл қате. Сіздің спонсорыңыз дұрыс түсіндірмеген. Мысалы, мынау 21, мынау 21 болды да. Екі аяғыңыз, бізде компанияның шарты бинардан шығу үшін обязательно екі аяғыңыз 42-ден, яғни 100 PV-ден болу керек. Мынау 100 PV, 21 ол 50 PV бізде. 100 PV-ден болу керек. Сол кезде ғана екі аяғыңыз теңелгенде 2,5 теңге сізге бонус береді. Болады, апгрейд жасауға болады да, 21-ден 42-ке толтыруға, бірақ арасындағы 1000, мына 2,5 жартысы қанша? 1250 теңгесі күйіп кетеді. Түсініңіз, біреуін бірінші хотя бы мынаны 42-ке толықтырып, сосын барып екінші аяғыңыз обязательно бірінші кезде 42-ден желательно тастаған дұрыс. Содан кейін барып қалған 21-ден тастаңыз, уже бинар түсе береді әрқайсынан. Түсініңіз, қазір енді 1250 теңгесі күйіп кетеді да, 1250 теңге кейін апгрейд уже 21-ге жасаған кезде ғана уже түседі. Түсініңіз, Олды. Апгрейд дегеніміз ол өзін толықтыру. Мысалы 21-ге алды ма, келесі тағы да 21-ге алатын болса, апгрейд жасап тағы да толықтыруға болады.